Ең қымбатты біздің жақын жандарымыз, бүгінгі қуанышымызға қош келдіңіздер, қадамдарыңызға гүл күтсін. Бүгінгі біздің үйімізге шуақ болып келген Рәбия Сұлтанымыздың бір жасқа толуы және тұсаукесеріне өздеріңізбен бірге атап өтіп жатқандарыңызға өте қуаныштымыз. Сондықтан бүгінгі кештеріңіз өте жақсы өтсін, демалыңыздар. Бізбен бірге кештеріңізді өткізіп жатқандарыңызға көп рахмет. Бәрекелді, мыңдау алғыс, сіздерге де көп рахмет. Дастархан басына қарай жайғассаңыздар болады. Бақыт тілеп отбасыларыңызға өніп өсуді нәсіп етсін деп тілегіміз келеді. Әр ұл-қыздарыңыздың Алла жеткен биігімен бақытын көрсетсін, өндіріп өсірсін, үбірлі шүбірлі үлкен бір әулетке айналсын деп тілеймін шын жүрегімнен. Астаналық ат артып келіп тұрмыз еткені. Бір ауыз тілегімізді Алладан бақыт тілеп отбасыларыңызға өніп өсуді нәсіп етсін деп тілегіміз келеді. Әр ұл-қыздарыңыздың Алла жеткен биігімен бақытын көрсетсін, өндіріп өсірсін, үбірлі шүбірлі үлкен бір әулетке айналсын деп тілеймін шын жүрегімнен. Астаналық халықтардың бәріне сізге Астанадан үлкен сәлем сіздерге. Қайрышжан, Жұлдызжан, аман болыңыздар. Бүгінгі той керемет, әсіресе бағанағы сәбидің енді келейін деп жатқандағы балалардың берген интервьюлары енді керемет, ғажап, сондай шынайы, сондай бір жылы, сондай бір балалы үйдің бәрі біледі ғой оны. Олар бір періштелер ғой әрқайсысы. Айтып жатқан сөздері, кішкентай періштенің қабылдап жатқандары бәрі. Алла осыдан айырмасын сіздерді. Тойларыңыз, қуаныштарыңыз көп болсын, Қайрышжан, әрқашан амандықта жолығып, жолың ашылып, әрқашанда аман есен болып жүруге тілектеспін.